Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Бүгінгі видеомыз WhatsApp-тың құпиялары жайлы. Видеоны бастамастан бұрын сіздерге кішігірім өтініш жасай кетейін. Видеоны паузаға қойып, сіздерден өтініш каналға жазылып, подписаться деген батырманы басып, және де өте колокольчикті де басып қойсаңыздар болады. Сіздерден өтініш, маған кішкене болсын қолдау көрсетіп, менің дамуыма өздеріңіздің үлестеріңізді қоссаңыздар. Егер енді подписаться жасап болған болсаңыздар, ендеше видеоны бастайық. Көп адам біздің топқа біраз сұрақтар қойған болатын. WhatsApp-та өшкен фотоны немесе сообщенияны қалай восстановить етуге болады. Мен осы сұрақтарға бүгін жауап беретін боламын. Алдымен сіздер дәл осы история уведомления деген программаны Play Market-тан жүктеп алыңыздар. Play описанияға ссылкасын тастап кететін боламын. Сіздер үшін арнайы осы екі WhatsApp установить еттім. Қазір сынап көретін боламын. Сіздерге қалай жұмыс жасайтынын көрсете кетейін. Мына WhatsApp-қа кірейік алдымен. Мысалға жазып көрейік. Жаза салдым. Жазған сообщениямызды өшіреміз. Удалить у всех. Сосын WhatsApp-қа да кіріп көрейік. Жаңағы сообщениямыз келді. Мына программаға кіреміз. Сіздер кірген соң дәл осылай шығады. Астыңғысын басып көресіздер де, сіздер алдымен дәл осы программа галочка қойып қоясыздар. Сосын сіздерде дәл осылай галочка қойып тұру керек. Оқтыр басасыздар. WhatsApp-қа кіреміз. Міне жаңа жазған сообщениямыз келді. Жаза салам болады. Өшіп кетеді. Сіз дәл осы программа жай арқылы өшіп кеткен сообщенияны көруге болады. Егер программа ұнап жатса, Play Market-тан жүктеп алыңыздар. Сіздерге керек болып жатса. Сосын тағы бір оқырмандарымыздың сұрағы бойынша WhatsApp-тағы статусты қалай жүктеуге болады. Қалай галереяға сохранить етіп қоюға болады. Сіздерге дәл осы программаны ұсынатын боламын. Play Market-те бар. Оны описание тастап кететін боламын. Дәл осы программаға кіресіздер. Ең біріншісіне басып көресіздер де. Көрілген статустар дәл осылай тұрады. Кез келген біреуін дәл осылай басып скачать етесіздер. Мына жақта сохранить етілгені сіздерге галереяға солай түсетін болады. Потом WhatsApp-қа кірейік. Тағы бір оқырмандарымыздың сұрағы бойынша группадан сообщение деп видеолар, жалпы фотолар өздігінен жүктеле береді деп сұрақ қойған болатын. Сізде осындай жағдай туындауы мүмкін. Сізде қарап өзіңізге кеңесті алып алсаңыздар болады. Олсын данные хранилище дегенге кіресіздер. Мобильный сетпен кіретін болсаңыздар, дәл осылай тұру керексізде. Галочка алынып, егер галочка тұратын болса, фото, видео, аудиолар автоматты түрде жүктелетін болады. Сіз дәл осылай галочканы алып тастайсыздар. Егер Wi-Fi мен кіретін болса, Wi-Fi мен осыны алып тастайсыздар. Потом сіздерге тағы бір құпиясын көрсете кетейін. Құпия дегенде құпия емес. Егер сіздер біраз адамға бір сурет немесе бірдеңе жібергелі отырсыз. Сіздерге бір
көп адамга бирден сообщение жиберүүнүн оңой жолун көрсөтө кетейин. Мисалга жибериңиз келген адамдарды булай галочка коесуздар. Жаңа көрсөткендей рассылка дегенге киресиздер, дәл ушулай галочка коюп, окуйда басып, сиздерде дәл ушулай ачылат. Салем деп жазып көрейик. Салем деп жаздык. Кетти. Сиздер ар кайсысына жазып, не убактыңызды зая кетирмейсиздер. Дәл ушул рассылка куруу аркылуу бираз адамга бирдей сообщение жиберүүгө болот. Жаңа адамдар сообщение жиберилдиби, сиздерге көрсөтейин. Міне, жаңағыдай сообщение кетти. Осымен менин видеом бүгүнкү аякталды. Эгер видеону аса лайк басыңыздар, каналга жазылыңыздар. Сиздер менен бирге болгон мен Денис Алиханов. Келесі кездескенше кош сау болуңуздар.